Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен әсел. Менің кезекті рецебім самса. Бұл тауық етінен жасалатын самса болады. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, құрамын біраз өзгертсеңіздер болады. Міндетті түрде асқабақты бұрышты қосудың қажеті жоқ. Сарымсақ пен тауық етінен ғана жасасаңыздар болады. Тауықтың етін мен турап алдым. Блендермен де турауға болады. Блендермен тураған кезде, қатып тұрған кезде турасаңыздар, ол өте әдемі түйіршік болып шығады пісқан кезде. Әрине, маринадына бізде шикілеуік майы, тұз, бұрыш, райханның 2 түрі мен хмели сунели. Осылардың барын біріктіріп, бір масса жасап, етімізді 1 сағат маринадқа қоямыз. Мен етімді барлығын қосып, бір масса жасап алдым. Қараңыздар, қандай әдемі начинка болып шықты. Осылай жасасаңыздар, самсаларыңыз өте дәмді болып шығады. Мынау бізде самса нанының құрамы. Ең алдымен жылы сүтке аштығының басын қосып, дайындап қоямыз. Қантты шым-шым ғана қосамыз. Аштыққа тезірек жұмыс жасау үшін. Қалғанын бәрін ұнға саламыз. Тұз, сары май не маргарин, 1 жұмыртқа, 50 грамм сметана. Осының бәрін біріктіріп, қазір нан 1-2 минутта дайын болады. Аштықтың басы. Жұмсақ нан илеп, көтерілгенін күтеміз. Нанды осылай қолмен біраз илеп аласыздар. Наным менің дайын. Міне қарасаңыздар, өте жұмсақ. Жылы жерге мен көп жағдайда микроволновкаға қоямын, маған тез көтерілгені керек. Сол себепті мен сіздерге сол кеңес айтар едім. Ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен орап, микроволновкаға саламыз. Бір 15 минут қана күтеміз. Менің наным көтеріліп дайын болды. Енді бұны біраз бөліктерге бөліп аласыздар. Сіздерге қандай размер ыңғайлы, сондай размерде самса жасайсыздар. Мен өз басым нанның кішкентай болғанын ұнатамын, сол себепті менің самсаларым ұсақ болады. Нан кеппеу үшін мен әрқашан осылай кесіп болғаннан кейін бетін салфан мешочкпен жауып қоямын. Нанды осылай нануқтаумен жасыздар. Мен жалпы ұн пайдаланбаймын. Осындай размері жеткілікті. Ортасын салып, сіздерге қандай форма ұнайды, сол формада самсаны түйсеңіздер болады. Мен жалпы, мен үшін ең оңай тәсіл осылай біріктіріп, жай ғана осылай түйген ыңғайлы. Өте қарапайым, әмбесінде өте жылдам. Нанның бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Сарыс тез кеуіп қалмау үшін тезірек мына кунжутный семечканы сеуіп жібересіздер. Мен самсамды түйіп болдым. Қараңыздар, қандай әдемі. Бұны енді пеште 180 градуста пісірамыз. Достар, мынау менің бүгінгі самсамның нәтижесі. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Сонымен
Мынау біздің самсаның нәтижесі. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты. Бұл самсаны міндетті түрде қайталап жасаңыздар. Видео ұнаса, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Сол кезде сіздерге менің жаңадан шыққан видеоларым жайлы хабар келіп тұрады. Әрине, міндетті түрде мені жоғалтып алмайсыздар. Сол үшін сіздерге көп рахмет, ас болсын.